Қауіпті дерт жасарып барады. Оңтүстік дәрігерлері қатерлі жатыр ісігі қазір 20-дан асқан қыз-келіншектерде жалмап жатқанын айтады. Бұрын бұл сырқаттың белгілері 40-тан асқанда ғана пайда болады. Жалпы оңтүстік Қазақстан облысында әйелдер арасында жатырдың қатерлі ісігі арасында да дендеп тұр. Қазір өңірде осындай сырқатқа шалдыққан 300 науқас арнайы тіркеуге алынған екен. Ғани Қалмаханов жағдайды баяндасын. Жәмиланың ауруханада ем алып жатқанына 4 айға жуықтады. Жатырындағы ісіктің бетін қайтару үшін дәрігерлер 2 рет химиотерапиялық ем жүргізді. Онан соң ота жасалды. Қазір науқастың жағдайы жақсы. Күн санап денсаулығы тіктеліп келеді. Лучевая терапияда жүрміз. Аяқтайын деп жатырмын, Құдай қаласа, енді бір апта көлемінде шығып қалатын шығармын енді. Нәтижесі оң деп есептеймін, өйткені көңіл күйім бәрі жақсы, жерім ауырмайды қазір. 56 жастағы Жәмила өзінің мұндай қатерлі дертке шалдыққанын былтыр ғана білді. Онда да емханаға ауруы жанына батқан соң ғана барған. Жалпы сырқаттың осылайша тым кеш анықталуы көп жағдайда ем-домның нәтижелі болуына кері әсер етеді. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, еліміз бойынша тап осы аурудан күн сайын 2 адам көз жұмады. По скринингам 2006-2005 года 2005-2006 жылдары, яғни скринингтік тексеру жүйесі енгізілгенге дейін жыл сайын жатырдың қатерлі ісігіне шалдыққан 90-ға жуық науқас анықталатын. Ал қазір бұл көрсеткіш 2 есеге көп. Бір жылда 190-нан астам сырқат тіркеуге алынып, оларға ем жасалады. Қазір дәрігерлер қатерлі ауруды ерте кезде анықтауға күш салып жатыр. Ауыл аймақтарда акушер мамандарға қаралатын арнайы бөлмелер жасақталды. Онкологиялық диспансерде ашық есік күндері өткізілуде. Тексеріс нәтижесі бойынша талдау жасалады. Кеңес беру тегін. Диагностика болғанда тек қана жаңағы жұғынды алу, толық диагностика өткізу бірден мүмкін емес. Жаңағыдай кеңес береді және не алады, анализ алады зерттеу үшін. Қатерлі ісікті алдын алудың тағы бір жолы ауруды қоздыратын папиллома вирусына қарсы вакцина егу. Алайда бұл екпенің бағасы тым қымбат. Әзірге бұл әдіс бірнеше өңірде сынақ ретінде жүргізіліп жатыр. Сондықтан әзірге ең тиімдісі дер кезінде медициналық тексеруден өтіп тұру. Мұндай жағдайда дертті дендетіп алғандарға қарағанда емдеуге шығын 10 есе аз жұмсалады. Ең бастысы науқастың сырқатынан құлан таза айығуына мүмкіндігі мол. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Оңтүстік Қазақстан облысы.